ортасындағы начинкасы өзіне ерекше дәм беретін, ал бетіндегі кремі ауызда еритін синнабон булочкасын жасағыңыз келіп жатса, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап алыңыз. Өйткені мен сізге үй жағдайында қалай оңай тез жасау керек екенін айтатын боламын. Міндетті түрде видеом ұнаса лайк басып комментарий жазып кетсеңіздер болады. Булочканы жасауда біз ең алдымен жұмсақ қамыр илеуден бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға осылай сүтті құйып аламыз және де үстінен ерітілген сары май саламыз. Міндетті түрде барлық заттар үй температурасында немесе жылы күйінде болу керек. Үстіне жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа да егер холодильникте тұратын болса, ертерек 15-20 минут алдын шығарып қойыңыздар. Жұмыртқа салқын болып қалса, біздің синнабонымыз тез ашымай қалады. Үстіне шекер, дрожж, кішкене ғана тұз қосамыз. Барлық зат кішкене ерігенше сәл-сәл араластырып жібереміз. Венчикпен кейіннен үстіне електен өткізілген ұн қосып, жай-жайдан жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міндетті түрде қамырларыңыз жұмсақ болсын, сол кезде синнабондарыңыз өте жұмсақ, әдемі болып көтеріледі. Міне қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Жақсы 2 есе болып көтерілгеннен кейін біз жұмыс істеуді бастаймыз. Оны 2 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен, содан кейін 2 бөлігіне де 4 бұрышты етіп форма беріп, 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Міндетті түрде 4 бұрышты етіп жайыңыздар. Сол кезде рулетіміз оралған кезде әдемі болып, синнабондарымыздың формасы әдемі болып шығады. Қыздар, осындай сіздерге үй жағдайында жасалынатын видеолар қызықты болса, міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар және де қоңыраушаны басып қойсаңыз, сіздерге әр мен видео салған сайын хабарлама барып тұрады. Жаңағы жайып алған қамырымыздың ортасына бөлме температурасындағы сары майды полный жағып шығамыз. Одан кейін үстіне корица мен шекер қосылған қоспаны бір келкі етіп сеуіп шығатын боламыз барлық жеріне. Кейіннен рулет қылып орап шығамыз. Қатты қысудың да қажет жоқ, средний қылып орасаңыздар болады. Ал кескен кезде осылай жіппен кессеңіз өте ыңғайлы, өзіңізге кішкене қалыңдау жіп алып, тура-тура етіп кесіп шығасыз. Ал немесе пышақпен де кессеңіз болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Кесіп, дайындап болғаннан кейін пергамент қағаз төселген табаға салып, міндетті түрде қызып тұрған печкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Қып-қызыл өте әдемі көтеріліп, 2 есе көтеріліп пісетін болады. Ал бетіне помадкасына творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып, ыстық күйінше міндетті түрде печкадан шыға салысымен ыстық күйінше жағасыздар. Кейіннен суытып, беймарал шай іше берсеңіздер болады. Қыздар, помадкасы сіңген кезде өте дәмді, әдемі болып шығады. Шай ішкенге таптырмастан жасап көріңіздер міндетті түрде.